Бүгін біз базардан байдала деген күріш алып, палау істедік. Палау піскеннен кейін жейіндеп қарасақ, қараңыздар, көріңіздер, қандай палау болғанын. Қандай там күріш. Міне қолға алып бір-екі безсе, кәдімгі резинка. Мынау болды ғой, міне. Міне резинка. Мына бір-екі безсеңіз, кәдімгі резина болып шығады, міне. Күрішті алып, піскеннен кейін көріп барып жеңіздер, абайлаңыздар. Мынау нағыз кәдімгі байдаланың қымбатына қалған тазасы деп, Қазақстанда жасалған сыртында. Қазақстандағы бүкіл санитарияға жауап беретін Жандарбек көкеміз не қарап отыр мына күріштің сиқын қарашы мына. Резинка болды. Бүкіл Қазақстанға жариялаңыздар. Не жеп жатырмыз мына? Не деген масқара мына? Резинка болды. Қалайық, өтініш, тегіс жариялаңыздар. Резинка, кәдімгі резинка болды ғой мына. Абайлап жеңіздер, піскеннен кейін тексеріп барып жеңіздер. Піспегенде білінбейді екен. Піскеннен кейін білінді ғой мына резинка кәдімгі. Өшіресің.